Барлық адамның ішкі картасы болады. Ол ішкі карта біздің бала күнімізде қалыптасады. Біз бала кезімізде әртүрлі жағдайларды көріп өстік. Ұрыс жанжалды, анаған жетпейді, мынаған жетпейді, оны жасама, мынаны бүйтпе, мына қолынан келмейді, ақша табу оңай емес, ақша қиын жолмен келеді деген сияқты әртүрлі сөздерді естіп өстік. Ал ондай сөздер біздің ішкі картамызға жазылады. Уақыт өте келе физикалық тұрғыдан өсеміз, есейеміз. Ал біздің ішкі картамыз өзгермейді. Біз қандай да бір іс-әрекет жасайтын кезде бұрынғы бала күнімізде естіген сөздеріміз бізге кедергі келтіріп отырады. Мысалы, саналы түрде көп табыс тапқыңыз келеді. Ал сіздің ішкі картаңызда ақша табу оңай емес деген сөздер сіздің табыс табуыңызға кедергі келтіріп отырады. Ішкі карта бұл сенің тағдырың емес, оны өзгертуге болады. Ішкі картадағы ескі сөздерді тауып, оны өзгертіп, орнына жаңа сенімдерді, жаңа сөздерді қалыптастыруға болады. Егер де сен де ішкі картаңды өзгертіп, өміріңе жаңа қадам бассын келсе, парақшама тіркеле кет.